Қанның 90%, бұлшектердің 75%, мидың 85%, сүйектердің 28% судан тұрады. Барлық химиялық реакциялар судың қатысуымен жүзеге асады. Адам ағзасында су жеткілікті мөлшерде болса, ми, жүрек, өкпе, бауыр, бүйрек қалыпты жұмыс істейді. Ал су жетіспесе, буын шеміршектері құрғап, сырқатқа келеді. Қан қысымы көтеріліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Мидың жұмысы мен есте сақтау қабілеті нашарлайды. Көптеген ауру түрлеріне шалдығу адам бойында судың жеткіліксіздігі салдарынан болады. Су тапшылығын қалай білуге болады? Су тапшылығын тексеру үшін іштің алдыңғы терісін шымшып көріңіз. Егер теріңіз бірден қалпына келмесе, ағзаңызға су жетіспейді деген сөз. Су жетіспеген кезде коллаген жұмысы баяулап, тері құрылымы өзгере бастайды. Су жеткіліксіз болса, жүйке импульстарының берілу тиімділігі баяулайды. Тиісінше, жүйке талшықтары қорғайды. Сондықтан есте сақтау қабілеті төмендейді, шешім қабылдау жылдамдығы бәсеңдеп, ойлау қабілеті нашарлайды. Осындай белгілердің бірін байқасаңыз, дереу су ішіңіз. Тәттіге құмарлық артады. Сұйықтық тапшы болғанда, бауыр мен ағзада жиналған гликоген тез жұмсала бастайды. Сондықтан ағзаға метаболизмді қалыпты деңгейде ұстау үшін глюкозаның көп мөлшері қажет болады. Егер тәтті нәрсе жегіңіз келіп тұрса, алдымен бір шыны су ішіп алыңыз. Сілекейдің бөлінуі азаяды, бактериялар көбейіп, жағымсыз иіс шыға бастайды. Су жеткіліксіз болғанда бас ауырады, бас айналады, шаршау, әлсіздік және ойдың тынықтығы бұзылады, тәбетсіздік туады. Қажетті мөлшерде су ішпегенде мидың жұмыс істеуі баяулайды, қан қоюланады, жүрек көп жұмыс істеуге мәжбүр болады, нәжіс сары түсті болады, іш қатуына себеп болады. Су дене салмағына сәйкес мөлшерлеп ішкен дұрыс. Тәулігіне 2 литр су ішу керек дегенді ұмытқан жөн. Адамның салмағына, физикалық белсенділігіне және өмір сүру салтына қарай әр адамның нормасы түрліше болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамға қажетті судың мөлшерін есептеп, 1 келі салмаққа 30 мл судан кететінін анықтаған. Мысалы, салмағы 50 келі тартатын адам 1,5 литр су ішуі керек. Ұйқыдан оянғаннан кейін бір шынаяқ су ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 30-40 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 1 сағаттан кейін су ішкен абзал. Денсаулықты жақсарту үшін шай, кофе, сүт, айран емес, тек қана таза суды пайдалану керек. Шөлдесеңіз шыдап тұрудың қажеті жоқ. Бірден су ішіңіз. Судың зияны да бар. Ағзада судың мөлшері тым көп болса, ол жүрек пен бүйрекке жүктемені 2 есе арттырады. Тым ыстық су ішу асқазанда ойық жара немесе панкреатиттің басталуына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ суық суды ішу де зиянды, өйткені ол асқазан мен ішек құрылысты салқындатып, біраз уақыттан кейін ауруларға әкелуі мүмкін. Ауа райы ыстық болғанның өзінде жылы сұйықтық ішуге кеңес беріледі. Ағзада артық су бар екенін қалай білеміз? Оны білудің еш қиындығы жоқ. Егер күн сайын денеңіз домбығып, аяқ ісіне берсе, бұл ағзада артық судың барын білдіреді. Мұндай жағдайда дене ісініп қана қоймай, артық салмақ жиналады. Ағзаға артық су жиналуының себептері физикалық белсенділіктің аздығы, дұрыс тамақтанбау, гормондық өзгерістер, суды аз ішу, тұздалған тағамды көп ішіп жеу, зиянды әдеттерді қолдану. Организмнен артық суды шығару жолдары қандай? Кофе мен шайдың құрамында табиғи несеп айдайтын кофеин бар. Қант қосылмаған бір шыны шай немесе кофе ағзада артық сұйықтықты сыртқа 2 есе тез шығарады. Артық сұйықтықты сыртқа шығарудың тағы бір ерекше тәсілі жуылмаған күрішті пайдалану. Қара немесе қоңырқай түсті күріш ағзаны шлактардан тазартып, сұйықтықты айдайды. Тек күрішті дайындау барысында тұз қоспау қажет. Шөптерден дайындалған тұнбалар да артық сұйықтықты айдайтын қасиетке ие. Мысалы, қайың жапырағы, аскөк дәні, ит бүлдірген, аю құлақтарды пайдалануға болады. Ағзадан артық сұйықтықты шығаруға моншаға түсу де жақсы көмектеседі. Ал үй жағдайында ас содасымен немесе тұзбен ванна қабылдаған жөн. Мұндай ваннаны 10 минут қабылдағаннан кейін 40-50 минут көрпеге оранып жатса, артық сұйықтық термен шығып кетеді. Сондай-ақ ваннаның әсері ертеңіне таңғы уақытта да кешкілік мезгілде де байқалып, салмағыңыздың азайғанын сезесіз. Ағзаға сұйықтық жиналғанын қаламасаңыз, кешкі тағамды, шөлді, басар, таза суды ұйқыға жатардан 2-3 сағат бұрын ішкен жөн. Ал ұйықтарда бір шыны майсыз айран ішіп жатуға болады. Құрметті көрермендер, сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, каналға жазылып лайк басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Дендеріңіз сау болсын.